Сәлем достар, кеш жарық. Бүгін сіздерді көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Ораза қабыл болсын, Рамазан айы құтты болсын. Барлық мұсылман жандарға осы ораза айында үлкен сауап болсын. Алладан тілеген тілектері, дұғалары барлығы қабыл болсын. Қосылып жатсыздар ғой, иә? Өте қуаныштымын достар. Енді көптен бері тікелей эфирде болмай қалдық. Сіздермен осы ораза айында жүздесем деп өстіп кештен бері жоспарлап отырмын. Қош келдіңіздер. Ораза айы құтты болсын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Енді ораза айында көптеген адамдар қиыншылықтарға ұшырайды, иә? Жаңағы аштықты, шөлдікті, соның бәрін көтеру өте қиынға түсіп жатады. Әсіресе оразаны бірінші бастап ұстап жатқан адамдарға мүмкін қиындықтар болуы мүмкін, түсінбейді. Енді ораза айында көп адамдар жәнегі неге ол берілген деп, жылына бір рет, бұл өзі бір мұсылмандарға берілген бір тәртіп, сананы тазалау, денені тазалау, рухты тазалау, соның бәрі бізге өте сондай керемет көмегі болады. Әртүрлі жаңа психикалық, физикалық тұрғыдан қарағанда да. Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Жәнегі плюс қоя салсаңыздар, мен ары қарай жалғастыра берсем. Енді ораза айы әрине бұл әрбір мұсылманға берген бір сондай Алла тағаланың сыйы деп айтуға болады. Өйткені бұл деген кәдімгідей тәртіппен адамды бір дұрыс жолға салу, жаңағы ойды тазалау, сананы, бәрін, рухты бәрін тазалау. Көп рахмет, Айбарша ханым. Енді ораза айында әртүрлі жаңағы шөлдеу болады, қарын ашуы болады, жаман иістер болады, аузынан соның бәрін айта кететін болсам, сонымен қайтып күресуге болады, оразаны қалай көтеруге болады, ол не үшін керек деп, сол қызым сұрап жатыр, мама, оразаны неге ұстайсың, осыған не керек деп, сонда негізі ұстап бастаған адамдар әрине бұның сондай бір керемет Алланың нұрын жауатын соны сезеді. Сондай бір Алламен бірге бір қосылатын бір күштің, соның бәрін сезеді, басқаша өз күйде сезінеді. Ол ерекше сондай күш, сондықтан енді ұстауға тырысуға болады. Бірақ та кейбір адамдар, кейбіреу дәрі ішеді, кейбіреу жаңағы әртүрлі давлениясы бар, немесе жәнегі ойлау қабілеті мен физикалық қабілетімен көп жұмыс атқарады. Одан командировкаларда жүреді, сондықтан оны бір көтере алмаймын деп ұстамайды кейбіреу. Бірақ та біздің, мысалы үшін, мен бір құпияларым бар, сіздерге айтатын, осының бәрін қалай жеңіп шығуға болады. Ол бізде әрине Тибет медицинасының керемет өнімдері. Ол және бізге Гонконгтан әкелінеді, Қазақстанға. Именно осы ораза айында бұның бір қасиеті, сондай кереметі, көмегі адамдарға ерекше болып осындай сезінеміз. Енді ораза кезінде әрине біздің кейбіреу айтады, мен ақтау үшін соны ораза ұстаймын деп, ол бір дұрыс емес ой. Әрине ол біздің және артық салмағымыздың болуы біздің өзімізге зиян, денсаулығымызға да, біздің жаңағы ойлау қабілетімізге де зиян, сондықтан ораза айында ол сенің артық салмағың болса, ол кетеді, ал именно арықтау үшін оны әрине оразаны ұстауға болмайды. Ол қате ұғым, өзің жаңағы бойынды, ойынды тазалау үшін, сол үшін өзің рухынды, ерік жігеріңді мықтау үшін, Алламен бірге бір жаңағы волнада дейді ғой, сонда болу үшін, сол үшін, соны ризалығы үшін, сауап үшін, әрине өзіміз үшін ұстаймыз. Сондықтан бұл ең бірінші сондай рухтық деңгейде адам соған психологиялық дайын болу керек. Мен өзі 3-4 жыл соған дайындалып бастаған осы бірнеше жыл бұрын. Енді біздің ораза кезінде әрине кейбіреулер, мысалы үшін, ауыз ашамыз өте үлкен ауыр тамақтар жейді. Ол кішкене, мысалы үшін, ағзамызға өте ауыртпашылық тигізеді. Сондықтан тамақта жеңіл болу керек. Өйткені біз күнделікті, мысалы үшін, ауыр тамақ жейміз, көп адамдар. Сонда біздің асқазанымызға салмақ түседі, ол әртүрлі ауруларға апарады.
біздің жеген мысалы үшін тамағымыздың жеген тамағымыздың қорытылуы үшін біздің ағзамыздың 75% энергиямыз сол тамақты қорыту үшін кетеді екен. Сондықтан біздің тамағымыз түрлі болу керек, әртүрлі болу керек. Тамақта әртүрлі түстер пайдалану керек, қызылы да бар, қарасы да, ағы да, жасылы да бар. Сол сияқты әртүрлі түстер пайда болу керек, ол жеңілдеу болу керек. Әсіресе ораза кезінде ауыр тамақ жеуге болмайды. Өйткені оның бәрі біздің асқазанымызға тіпті де салмақ түсіреді. Ораза кезінде көбірек су ішкен дұрыс. Өйткені біздің ағзамыз сумен тазаланады, біздің клеткамыз да сумен тазаланады. Біздің 12 метр аш жегіміз, түкшелері болады, ішінде ұзыны, қысқасы, және одан да қысқасы, соның бәрі түкшелердің арасында біз әсіресе мұсылман халқы, және әсіресе қазақ халқы беш бармақ жеген жақсы көреміз. Оның бәрі крахмал, оның бәрі түкшелердің ішінде қалады, қалдықтары, оның бәрі ірит-чүрит, ол жерде 45 градус температура, оны холодильник жоқ ол жерде. Көп адамдар, мысалы, маған консультация келетін адамдар айтады, мен ішім қатады, күнделікті үлкен дәретке баратын адамдар, мысалы, сондай көбінде бола бермейді. Сондықтан соның бәрін ораза кезінде реттеп алуға болады. Ол үшін ағзаға қосымша көмектескен дұрыс. Мысалы, сіз егерде ауыздан кейбір кісілерде мысалы көп жаман иіс шықса, ол енді норма, оның бәрі ол біздің аузымыздан шықпайды, ол біздің жаңағы ішектерімізден шығады. Өйткені асқазан бос тұрады, тесіктері бәрі бос тұрады, сондықтан жаман иіс содан шығады. Сондықтан біздің асқазанымыз, кишечнигіміз дейді, ішектерімізге қосымша көмектесу үшін мына сияқты чантун деген препарат бар. Міне осыны ішуге болады. Тура ауыз ашарда, мысалы үшін, осындайды ішіп алуға болады. Бірінші әрине ыстығырақ қылып су ішесіз, өйткені мына су ішкен кезде біздің жаңағы асқазанымыздағы тесік ашылып, ішектерімізге судың өзі ағып кетеді екен. Жылы күйінде болу керек. Суық күйінде болса, ол бәрін қатырып тастайды. Ал ыстық күйінде, ыстығырақ 60-70 градустық су болса, ол біздің тура асқазанымыздан өтіп кишечникке барып, сонда тұрып қалған астың қалдықтарын, қалывые камни, фекалии, соның бәрін жібітіп шығарады. Су бірінші керек. Одан кейін, мысалы үшін, мына чантунды, мынандай мерный ложкасы бар, 20 миллиграмм, мысалы үшін, бір стақан тоже ыстығырақ суға езіп, өстіп, одан өстіп, тоже судан кейін ішуіңізге болады. Ол шектердің арасында қалған ұсақ-ұсақ қалдықтарды жібітіп, ары қарай түсіріп жібереді. Сонда сіздің жаман иісті сондай көп сізді мазасыздандырмайды. Одан ең бір жақсы нәрсе, ораза кезінде бізде энергиямыз аз болады, шаршаймыз, ұйқымыз келеді, еш нәрсеге ден қоя алмаймыз. Әсіресе жұмыс істейтін адамдарға өте ауыр, физический труд дейді, физический қаз-стройка басталып жатыр. Сондай адамдарға менің, мысалы үшін, кеңес беретін нәрсе, мына сияқты кардицепс деген препараттар бар. Мынандай қоңыр түрі бар препараттардың, және мынандай жасыл түрі бар. Егерде сіздерде, мысалы үшін, мына қоңыр түрі кішкентай балалардан бастап іше беруге болады. Бұл давлениясы бар адамдарға ішуге болады. Давленияны қалпына келтіреді, қантты қалпына келтіреді. Одан кейін мынау ішінде біз құрмамен ауыз ашады ғой, бұның ішінде кәдімгідей құрма бар. Құрма кәдімгідей құрманың тірі клеткаларынан ішінде, міне мынандай флакончиктар. Бұл флакончиктардың ішінде кардицепс деген сандыраулақ жоғарғы сортты медицинада пайдаланатын сияқты 10 ампула болады, ішінде 20 миллиграмнан. Мұнда кардицепс деген сандыраулақтың тірі клеткалар, нанотехнологиямен жасалған. Бұны ішкен кезде бұның ішінде энергия ци деген бар. Энергия ци бұл біздің өміріміздің клеткаларымызды қуаттандырып тұратын, ағзамызға энергия беріп тұратын, бірақ тәуелділік жоқ. Бұл синтетика емес, әртүрлі психотроптық нәрселер жоқ. Ішінде бұл 100% натуральный, ешбір ағзаға тәуелділік болмайды бұдан. Бұны ішкен кезде сіздің қаныңызда
көп ашпайды, шыдамды боласыз. Бұл және әрбір клеткамызды қоректендіріп отырады. Біздің мысалы үшін неше миллиондаған клеткаларымыз болса, соның ішіне не керек клетка, соның бәрін береді. Мысалы үшін және бұның бір флаконның ішінде 77 фермент, 77 минерал бар. Және Менделеев таблицасындағы 104 минералдың 77-сі бар осында. Одан кейін 80 фермент, мысалы үшін әрбір біздің клеткамызда, химиялық реакцияларға біздің ағзамызда жүріп жатқан қажет. Одан кейін 18 аминокислота, мысалы үшін осының ішінде. Природный инсулин, мынаның ішінде. Сол коэнзим Q10 деген ингредиент, және біздің клеткамызға кәдімгідей энергия беріп тұратын, зарядтайтын, міне осындай. Бұндай енді минеральный комплекстің қосындысы ешбір жерде жоқ. Бұл жаңағы біздің суға езіп ішуге де болады, бұны жай өз флаконмен бірақ іше салуға да болады. Одан тілдің астына құйып ұстап тұрса, біздің тіліміздің астынан 40 сосуд тұрады, артериальный сосудтар. Соны бір 2 минут ұстап тұрсан, бүкіл біздің клеткаларымызға жайылып шығады. Әсіресе біз және неге құрмамен да ауыз ашады, өйткені біздің уже аштықтан, шаршағандықтан, шөлдегендіктен миымыз, нервный системамыз шаршайды, ол жаңағы демалғысы келеді, сол біздің миымызды қосамыз, ол тәттімен, глюкозамен қосамыз. Сонда мынаның өзі дәмі де тәтті. Дәмі тәтті, бұның ішінде жаңағы бал да бар, бірақ гипоаллергенный, мысалы үшін балдан аллергиясы бар адамдарға іше беруге болады. Гипоаллергенный, ішінде құрма, өте дәмді, тәтті, мысалы үшін ауыз ашуға болады осымен. Одан кейін барып, бұл ағзаңызға бәрі тарайды, миыңыз бәрі қосыла бастайды, соображать ете бастайсыз. Содан өстіп, қандай да бір, мысалы үшін бойыңызда жасырып жатқан аурулар болса, соған бәріне жаңағы дерт дауа болады осы кардицепс. Ал егерде мысалы үшін кейбір адамдар давлениясы төмен болады, ораза ұстаса тіпті де әлсіреп жатып, ұйқысы келіп, түкіс жегісі келмей қалады. Оларға мынандай жасыл түрі жақсы. Жасыл түрі кардицепс өмір қуатын қайнары. Бұның ерекшелігі, бұның ішінде құрма емес, бұның ішінде пантоморал жіншен бар. Бұны енді көбінесе 14 жастан жоғары 14 жастан жоғары адамдарға, ересектерге қолдануға болады. Әсіресе ер адамдар, физически труд жасап жүрген ер адамдарға қолданса, сондай көтере алады еңбекті, жәнегі көтере алады, физически, умственный труд дейді, соның бәрін көтере алады. Осындай жасыл кардицепс, пантоморал, жіншен кардицепс бар. Бұныкі кішкене дәмі квас сияқты, бірақ сондай өзі жақсы дәмі, ашты емес. Мысалы үшін осындай препараттарды егер ішетін болсаңыз, бұл деген бүкіл ағзаға не керек, соның бәрін беріп тұрады. Біздің енді күнделікті тамағымызда да осы минералдар жоқ. Біздің жеп отырған тамағымызда 3000-нан артық табиғи емес қоспалар бар. 99% дүкенде сататын тамақтардың ішінде практически барлығында дерлік эмульгатор, краситель, консерванты, ГМО, не жоқтың бәрі бар. Ол біздің ағзамызға түскенде, біздің ДНК деңгейінде біздің уже мутация жүреді, клеткаларын өте көп. Онкологиямен ауырып жатыр қазір адамдар, өте страшно. Мен кешеген естіп жатыр, мен жастым, келіншек 40-та уже қайтыс болып кетті, 4 баласы қалды, шырылдап, өте қайғылы жағдай. Енді ораза айында айтпау десем де болады, сондай жүрегім ауырды сондай нәрселерге. Мысалы үшін өте қайғылы жағдай, адамдар жүре береді. Қазір стресс та көп, мысалы үшін. Все болезни от стрессов деп айтады, көбінесе. Неге? Өйткені біздің миымыз, бүкіл центральная нервная система дейді, жұлын арқылы кетеді. Соның бәрі біздің ішкі органдарымыздың жұмысын реттеп тұрады. Мысалы үшін, қай жерге не керек, біздің орталық жұлын арқылы, омыртқа арқылы миға сигнал барады, қай органға, мысалы үшін, қандай минерал керек, қай органға жәнегі не болып жатыр, қабыну процестері болып жатыр ма, онда қандай ферменттер керек, қандай реакция жүру керек, тура барады да сол органдарға барып, мысалы үшін, сотовый связь сияқты барлық органдармен байланыста болып отырады. Ал егерде сіздің стресс, депрессияға түскен кезде не істейді? Нервный система
өйтіп құрысып парализованный болып қалады, сол стресс болған сайын парализованный болып уже ана басқа органдармен байланыс, және сотовый связь, ол жаңағы байланыс үзіліп қалады. Сонда ол органда уже хаос болып жатады, қалай болсын солай в общем дамып жатады өз білгенше. Ал пока нервная система қалпына келгенше, ол және нерв талшықтары бәрі пока есін жиып болғанша тоже бірталай уақыт өтіп кетеді. Сондықтан барлықтарымызға енді неге ораза кезінде осындай жылына бір рет адамға осындай бір енді шанс беріледі, ораза кезінде жаңағы ұрсуға болмайды дейді, және жаман сөз айтуға болмайды, ренжуге болмайды деген сияқты, жылауға болмайды деген сияқты. Неге айтылады? Өйткені соның бәріне ұстанған кезде ол адамның өзі бір бүкіл әлемде өзі бәрі дұға оқып, бір-біріне мейірімділікпен қарап жатқан кезде сондай бір өзі адам несіне тәубасына келеді дейді, ойланады дейді. Сол сияқты нәрселер ол бізге жылына бір-ақ рет емес, осы ораза айында бізге постоянно керек. Тем более қазіргі кезде барлық адамдар коронавируспен ауырып бәрі, мысалы көп адамдар қайтыс болып жатқан кезде бәрі шошиды. Мысалы үшін шошығанға қарамай қонаққа да барамыз, ауыз ашуға да барамыз. Біз қорықпайтын халықпыз ғой, батыр халықпыз, жүре береміз. Бірақ сонда да сақтықта қорлық жоқ. Әрине мен ондай нәрсе, бізде страх жоқ, ондай қорқыныш жоқ, өйткені мен үйімде сияқты препараттар бар. Мысалы үшін кордицепс, сюшайн, әртүрлі препараттар, бұлар иммунитетті көтереді. Даже ауырып қалған күннің өзінде де сен жеңіл өтіп шығасың. Қазір көп, мысалы пандемиядан кейін есте сақтау қабілеті кетіп жатыр, бүйректе обострение болып жатыр. Неге? Өйткені және ес сезу, дәм сезу кетіп қалады. Ол нервная система және нерв талшықтары жаңағы жұмыстан шығады кейбірі, ақырындап кете бастайды. Олар және бактериялары өліп қалған, мысалы үшін коронавирустың бактериялары бәрі бүйректен шығу керек. Және раковая клетка, вирус, инфекциялардың бәрі труптары бүйректен шығу керек. Ол жаңағы бүйрекке нагрузка түсіп жатыр. Сондықтан мына препараттар, жаңа кордицепс, шампуньден тартып тазалайтын препараттар, бұлар тек қана ораза кезінде емес, біздің қазір халқымызға, айналамыздағы адамдарға өте қажетті болып жатыр. Енді мейлі, енді көп компаниялар бар, әрине, оның қайсы бірін ішсең де ол бәрі пайдалы. Бірақ та соның ішінде тез эффект беретін препараттарды пайдаланған өзіңізге, мысалы үшін жақсы. Біз сондай халықпыз ғой, бір ішемізді, мысалы үшін одан мұтып кетеміз, бір ішеміз, бір қоямыз, ұзақ айлап, мысалы үшін жылдап ішіп жүргенге шамамыз жоқ. Мына сияқты бір коробка кордицепс ішіп алсаң, сен иммундық жүйеңді мысалы үшін бірталай бірнеше айға ұстап тұрады. Ауырып қалғанның өзінде сондай жеңіл, мысалы үшін соның бәрі кетеді. Енді осындай препараттар, одан кейін жаңағы қазіргі шайдың орнына біз мына сияқты шайларды ішеміз. Чай для похудения деген бар қыз. Бұның ішінде енді арықтау үшін де ішуге болады. Бұны әрине специально диета ұстап, кішкене өзінің схемасы бар. Сонымен ішсе, бірақ та біз қазір жай күнделікті шай ретінде де ішіп жүруге болады. Бұл әсіресе ораза кезінде иммунитетті көтереді, жақсы адам әлсіремейді, витамин С бар, натуральный, ол жаңағы синтетика емес, матчамен шығып кететін. Бұның ішінде дәмік қышқылдау, бұның ішінде жаңағы тікшек, аш-шектерді тазалайтын өте жақсы ингредиенттер бар. Жаңағы шампунь екеуін ішкен кезде енді 12 метр аш шайыңызбен 1,5 метр тоқ шайыңыздың ішінде неше жыл жиналып қалған мұсырдың бәрі шығады. Өте дәмді, прям сарайыңды ашып отырып бетіп ішесің. Одан мына сияқты шумунский чай баланс, теңгерім шай дейді. Бұның енді дәмі ерекше. Бұл деген чайды жақсы көретін адамдар деген бұл мынаны ішеді, кәдімгідей осы чайға ғашық болып қалады. Өйткені бұл красный рис дейді, қызыл күріштен жасалған, черная гречиха дейді. Екеуінің дәмі енді бір сондай аромат, өзі мына ішінде әрбір шайларда 30 пакетиктен, өзі чай баланстың өзі бір пакетикті 2 күн ішемін. Шыға береді. Бұның ішінде 45 фермент бар. Мысалы үшін, кейбір ойлайды, ораза ұстай алмай, мен асқазанына аура түсіп бүйтеді, әртүрлі. Бұл асқазанға өте жақсы әсер етеді. Асты қорытуға арналған бұның ішінде 45 фермент бар. Біздің
ұйқы безіміз жаңа бөле алмай жатқан ферменттер болса ас қорытуға жақсы әсер етеді. Және де бұның өте бір керемет әсері бұл сосудтарды тазалайды. Егер бұны жылына 1-2 коробка ішіп отырсаң, сізде инсульт, инфаркт деген заттар болмайды. Бауырды қорғайды, ұйқы безді қорғайды. Енді мен өте жақсы көретін, біздің көп адамдар жақсы көретін шайлардың бірі. Енді сұрақтарыңыз болса қойып отыруларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса жауап берем. Енді ораза ұстап жатқандарыңыз бар ма? Плюс деп қоюларыңызға болады. Қабыл болсын барлықтарыңызға. Тілек, дұғаларыңыз, Алладан сұраған жәнеге тілеген армандарыңыз, тілектеріңіз енді қабыл болсын деп ойлаймын. Барлық мұсылман қауымға енді тағзым етем. Осы оразаны ұстап жатқан, ауызашар беріп жатқан, және өздері ұстай алмаса да, мысалы үшін ниет қылып соны бір парыз қылып өздеріне санап жатқан аға, бауыр, туыс, дос жарандарымызға жаңағы алғысымды білдірем. Осы оразаны жақсылап және бастадыңыздар. Енді сол аяғына дейін жеткізіп, Алла күш қуат беріп сіздерге. Енді біздің өнімдермен бірге қолданам десеңіздер, тіпті де сіздерге өте бір сондай жеңіл болады оның бір нәрсесі. Көп шаруаларыңызды қалдырмай, мен әшейін оразам түк істемеймін, одан істеймін деген сияқты болмайды. Біз деген полноценно жұмыс істеп жүре береміз осы препараттармен. Шаршағанымызда білінбейді. Сондықтан ешбір денсаулыққа да андай зияны жоқ. Сондықтан сіздер осы біздің өнімдерді егер пайдаланам десеңіздер, көрем десеңіздер, хабарласыңыздар. Сіздермен бірге Лаура Өтежан. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Қарап жүрейін. Сұрақтарым жоқ қоймай. Көбінесе бізде енді мен тыңдап отырған біздің әріптестеріміз, серіктестеріміз, Лаура не істеп жатыр екен, көп эфирге шықпады ғой деген сияқты сол сияқты сұрақтар болып қалады. Енді сол мен енді Нұр-Сұлтан қаласына сіздерге сәлем. Сіздермен бірге тағы да шығып тұрам, тағы да бір өзім айтайын деп жүрген тағы керемет тақырыптарым бар, сіздерге сонда пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Енді оразаны аман есен өткөріңіздер. Бұл да мұсылман бір парызы. Күш қуат жинаңыздар, ерік жігер жинаңыздар, рухтарыңыз, бойларыңыз, саналарыңыз тазаланып, өздеріңіздің жарқын болашақтарыңызды жасағанға сондай бір Алла қуат берсін сіздерге. Сау болыңыздар.